Қолыңнан жұмыс келмесе, мына президенттің міндетін атқарушы Тоқаев, босатшы Құдай үшін. Масқара қылдың ғой сен бүкіл елді, бүкіл мемлекетті құрттың ғой құрдымға жіберіп. Не деген сұмдық бұл? Біздің міне бүгін ұлт болудан қалып бара жатқанымыздың тағы да бір белгісін көріп қалдыған сияқтымын. Ана марқұм Шерзаттың үйін өртеп жіберіпті Талғардағы. Бұл бүгін өткендегі кездейсоқтық дүние емес. Ол ұйымдасқан қылмыстық топ сол өстіп түн жамылып, магазиндерге өстіп әлімжеттік көрсетіп, әбден жаман үйреніп алған бұлар. Сонан кейін олар бұл магазинге кірді. Олар ары жақта аңдып отырады да бір-екеуін жібереді. Бесплатно бір-екі бөтелке пиво алады, үндемей қалса ертең келіп дань сұрайды. Ойна кигенін жасайды. Бүкіл магазиндарды возможно сөйтіп қорқытып алған бұлар. Бәледен аулақ деп сол закускаларын, арақтарын, анау-мынауларын ұстатып жіберетін болса керек енді. Менің ойым ғой ол. Ол кездейсоқтық дүние емес. Ол ана жігіттер пиваның ақшасын төлеңдер дегенге их гордыню задело. Байқайсыздар ма? Ол мүмкін емес. Онан кейін келіп, апыр-топыр 3 машинаменен Бақайшығына дейін қаруланып жетіп кетуде кездейсоқтық нәрсе емес. Жігіттерін жинап көріңдерші бір 15 жігітті. 2 сағатта жиналады. Это в лучшем случае. А олар апыр-топыр мылтықпен қаруланып, пышақ, бәрінің қолында пышақ. Еще оборотень в погоне бар екен. Жарайды деп анау бет-ауыздарын жуып айтып бүйтіп кетіп бара жатқанда, сол оборотень в погоне отырып, возможно, ол соның бугоры болса да мүмкін. Әбден мүмкін ол солардың бугоры болуы да. Олар түн жамылып, әбден жаман үйреніп алған. Олар бүкіл магазиндерді сөйтіп өздеріне отырғызып алған шығар. Қайдан білесіздер? Мен солай ойлап отырмын. Ана бугор, көрдіңіз бе? Оборотень в погонах машинадан басын шығарып да делайте деген ғой. Сонан кейін барып басталған ұрып соғу, итшетек біліп, бәленбай жерден пышақтап, басын мылтықпен жарып кету деген. Енді қазақ мына үйін өртеп жіберді. Енді бұғып қалсаңдар мына Талғар. Ары кетсе бұл қылмыстық топ 100 адам шығар. Енді ол 5000 боевигі бар солнцевский группировка емес шығар ол. Бұларды да солай тәрбиелеу керек. Әке-шешелерін жерден көшіру керек, мүмкіндік болса үйлерін өртеу керек. Бұл дегенің масқара, менің ақылыма сыймайтын нәрсе. Барлығы анау начальник РОВД-дан бастап бәрін арестовать ету керек. Ана оборотень в погонеды арестовать ету керек. Ол еще преследовать етіп жүр екен, ана қарындастарын, әпкелерін артына машина салып қойып. Бұл дегенің енді білмеймін мен енді. Әкесіне жанұясына қысым салып жатыр екен, қысым көрсетіп жатыр екен. Даже мына ол полиция басқармасының өкілдерінің қысымы болып жатыр екен. Мынау общественный резонанс туып кетсе, бір бәле болатын болса, мынандай соның бәрінің зачинщигі болып жауапқа сен тартыласың деген әңгімелер шығып жатқан көрінеді. Үйін өртегенмен былай қоймай. Мына Астанадан комиссия, жедел комиссия құрылу керек. Прокурор, мына барлығы оборотень емес шығар погондағы. Мына сол ауданның полиция басқармасының бәрін жұмыстан босатып үй қамақтарға қамап, прямой полицейскийларды тұтқындап барлығында следствияға дейінгі қамауларға қамау керек. Әлгі соларға басшылық жасап жүрген полицейскийді арестовать ету керек. Оның бәрін жасауға болады. Анау кемпір сампырға шамасы жететін, балашаға шамасы жететін анау маски шоулар қайда жүр? Бәрін жайғауға болады. Бүкіл спецназды кіргізіп, қаңтар оқиғасы кезінде Думан, Айгерім сияқты ауылдардың Алматының жанындағы баса көктеп кіріп, бүкіл қазақ баласын шырылдатып, сот ойларын тексерді ғой, маски шоу. Сондай жағдайлар жасау керек. Гарантия бере алмай ма безопасностьқа, Шерзаттың жанұясына? Жұмысты босатсын. Не деген масқара бұл? Менің айтарым осы. Анау қыз бала бар ғой, анау прокурор Бишімбаевтың тірлігін жүргізген. Сондай білікті азаматтарды шақыру керек.
брат сват деген әңгіменің бәрін қою керек, Астанадан шақыру керек. Мықты білікті азаматтарды шақыру керек те, тергеуді жақсылап тұрып жүргізу керек. Но магазиндегі видеокамераларды изъять етіп, видеосын өшірген полицияның оборотендерінің бәрін жауапқа тартылу керек. Бәрі сотталу керек қой. Міндетті түрде. Анау бір неме дейді, Құдай ау, Хасан дей ма, ол кім? Сол жерде криминальный авторитет дей ма, сол басқарады екен ғой бүкіл анау хутор дей ма бір жерлерді. Оның бәрін орнына қоюға болады ғой, маски шоумен барып шоу жасау керек қой. Не деген масқара? Түркмен басшы сияқты, түркмен басшы шоу жасады емес пе? Жегендері бешбармақ, жатқан астындағы матрастары қалың, жағдайлары жақсы, қазы жеп отыр деді ғой камераның ішінде. Шерзаттың әпкесі айтып жатыр ғой, жағдайлары жақсы, түрлеріне қарасаң бір өкініп, бір адам болады ғой, өкініп, ешқандай эмоция жоқ, довольно отыр деді ғой. Олар біз білетін осы бір Шерзат қана шығар. Олар талайды солай зарғақтырған адамдар ғой. Біз осыны біліп қалып отырық та. Біз білмеген қаншама сондай жағдайлар болды ғой. Әрине олардың ана әкелері қорғап, сөйтіп жаман үйреткен ғой. Ойларына келгенін істейді, әкелері қорғап, шығарып алады, ақша деген жетеді, значит. Сол ғой қазір сондай заман. Не тоқпал ашпаламен ойнамайды дей ма, сондайдан кері болып тұр ғой қазір. Балалары бар ата-аналар қазір кәдімгідей мына жағдайдан кейін қорқып қалды ғой. Мынау не деген сұмдық деп. Сұмдық жағдай ғой мынау. Өз еліңде тыныш отырған, өз еліңде балаң үшін қорқасың ғой енді. Біреу тойып секіреді, біреу тоңып секіреді. Бәрібір жауап береді. Өлгеннен емес, тіріден қорқ деп айтады екен ғой. Тура қазіргі уақытта тура келіп тұр ғой сол сөзші. Бір адамнан қорқатын заман болды ғой мынау. Адамдар не деген сұмдық болып кеттік, не деген қатыгез, не деген қасқыр сияқты болып кеттік. Мына марқұм Шерзаттың үйіне өрт қойған. Ой Алла дейсіздер ғой. Адамдар не болды сендерге, не деген мейірімсіз қатыгез болып кеттік. Біз адамбыз ғой, біз аң емеспіз. Бір соққының үстінен бір соққы. Әйтеуір халық шырылдап жатқан, көмек берейік, қор жинайық деп жатыр. Біздің билікке бәрібір. Біздің Қазақстан екіге бөлініп кеткен. Билік өзінше бір мемлекет, халық өзінше бір мемлекет, қайыршы қаңғырып жүрген. Билік өзінше бір бай мемлекет, ойнай келген істеп жатқан. Не айтамыз мынандай жағдайда? Кімге сенеміз? Кім біздің құқығымызды қорғайды? Балалардың болашағын ойласаң қорқасың ғой, мынандай мемлекетте қорқасың. Ел аман, жұрт тынышта, әке-шешесінің қасында өліп жатқан бала, армияда өлетін тағы қарапайым халықтың баласы.